Мимик, адамға ұқсас тірі жан ба, әлде жай ғана елес бе? Сәлемдер, сіздермен бірге мен әдеттегідей бұл мимиктер жанс. Бүгін біздер мимик жайлы талқылайтын боламыз. Ал сіздер видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп кетіңіздер. Ал біз бастаймыз. Мимик жалпы кім ол? Мимик жалпы достар есікті қағып, сізге есікті ашуыңызды сұрауы мүмкін. Бірақ достар, асықпаңыз. Әрине достар, бұл жерде көпшіліктің ойы, ойбай, мен мимикке есікті ашпаймын, тіпті ол шын адам болса да ашпаймын. Себебі мен бөтен адамға кім есі дұрыс адам есікті ашады деп айту мүмкін. Бұл жерде достар, сіздің бір кемшілігіңіз бар. Яғни айтқанда, мимик сіздің жақын адамыңыздың дауысын салып есікті аштыртады. Яғни достар, ол сіздің анаңыздың дауысы болуы мүмкін, әкеңіздің дауысы болуы мүмкін, немесе тума-туыс, дос, бауыр, және де жақын адамыңыздың дауысы болып шақыруы мүмкін. Көпшілік скинволкер мен мимикті ұқсатуы мүмкін. Бірақ скинволкер итке, мысыққа, тіпті адамға да айнала алады. Және өзде камераға түсіп қалған бейнелерді де ғаламторда көп тараған. Мен осыдан алдын скинволкер жайлы толығырақ видео салған болатын. Егер сізді скинволкер жайлы видео қызықтырса, мына сілтемеге өтіп қарасаңыз болады. Ал мимик болса тек қана дауыс салып есік қаққаннан басқа оның кеңінен таралған видеолары жоқ. Яғни айтқанда оның түр әлбеті жоқ десек те болады. Мына бір видеоға мән беретін болсақ, ана мен кішкентай ұлы үйінде жалғыз қалған. Анасы үлкен ұлын бір сағат бұрын әжесінің үйіне апарып тастаған. Алайда аз уақыт өткеннен кейін есіктің артынан "Анашым, есікті ашшы" деген үлкен ұлының дауысы шығады. Әрине, анасы бас тартпай есікке ұмтылады, бірақ ойланып қалып, жүрегі қобалжи бастайды. Себебі үлкен ұлы әжесінің үйіне 1-2 күнге кеткен болатын. Сонда бұл есіктің артындағы кім? Келесі видеода бір қыз есіктің алдында тұр, ал есіктің арғы жағында дауыстар шыға бастайды. Яғни айтқанда оның құрбысының дауысы шығады. Оның сөзіне мән берсек, "Сәлем, сәлем, сәлем" деп қайталап тұр. Бір сөзді қайталай берген сияқты. Ал қыз болса есікті ашпайды. Себебі ол оның нақты құрбысы екеніне сенбейді. Одан кейінгі себеп, бұл жерде дені дұрыс адам бір сөзді қайталап тұрмайды. Одан кейін оның дауысы өзгере бастайды. Яғни айтқанда есікті ашпағаннан кейін, жалпы құрбысы дейміз бе, мимик дейміз бе, дауысы өзгеріп, әртүрлі бір дауыстар шығара бастайды. Білмеймін, ол жерде мимик өте қатты ашуланды ма, әлде есікті ашпағанына көңілі толмады ма, ол жағын білмедім. Достар, бұндай жағдай сіздерде де орын алса, не істер едіңіздер? Оны комментарияға жазып кетейік. Қараңғы түн ортасы. Бұл бала өзінің үйінде жалғыз. Достар, осы көпшілік оқиға жалпы түннің ортасында Америкада ғана болады екен. Әрине, оқиғаға оралайық достар. Бұл жерде есіктің артында біреу сығалап қарап тұрған сияқты. Қара бейнемен, бірақ оның түрі нақты көрінбейді. Және ол қашып кетеді. Бұл жерде бір елес деп тұжырымдасақ болады. Ал жігіт оның артынан аңдып жүріп бастайды. Бірақ ол жерде ешкім болмағандай, ешқандай із жоқ. Артынан барады. Келесі бөлмеге өткенде бір бұрышқа мән беріп қарап бастап жатқанда артындағы орындық өз-өзінен қозғалып кетеді. Ол жігітпен ары қарай не болды? Ол жағын білмедім. Себебі дәл осы жерден видео аяқталған болатын. Достар, ойлап көріңіздерші, оны аңдыған адам кім болды екен? Жалпы достар, одан кейін қайтадан бір бейне бар екен. Бір қыз үйінде отыр, және де есіктің артында бір ер адам есікті ашуға мәжбүрлетіп жатады. Яғни айтқанда мимиктердің көпшілігі есікті ашуға мәжбүрлетеді. Ал бірақ есікті ашқан сәтте ол жерде ешкім болмайды. Ол қыз есікті ашпай тұрады, яғни қорқады. Ал ана есіктің артындағы елестің дауысы болса, бірте-бірте өзгеріп бастайды. Дауысы адам сенгісіз күйге де жетеді. Егер де бірінші видеоға қайтадан оралатын болсақ, бұл жерде бір қателік бар. Сіздер оны қайталап көріп алыңыздар. Байқадыңыздар ма? Ал егер байқамаған болсаңыздар, айта кетейін. Жалпы мен достар өз басым бұл видеоға сенбеймін. Себебі бұл жерде 3-ші адам бар, және бұл видеоны 2-нің бірі қайталай да алады. Бұл видео қаралым үшін әдейі түсірілген болуы да мүмкін. Мимик хайп пен қаралым үшін әдейі ойлап табылған образ. Қазіргі таңда осындай қорқынышты видеоларды түсіру трендте секілді. Достар, сіздер қалай ойлайсыздар? Мимик жоқ па, әлде бар ма?